Баршаңызға сәлем. Бүгін мен концертке баратын боламын. Классика жанрында. Сол себепті сол концертке киетін киімді сіздермен бірге дайындаймын, немесе көрсетемін деп айтуға болады. Мен декретте отқаннан кейін менде гардеробымда классика жанрындағы киімдер былай айтқанда жоқ екен. Және жүктілігіме байланысты көп киімдерім өкінішке орай сыймайды. Сондықтан жоқтан бар жасайтын боламыз. Ал енді мен өзім бүгін үйлестірген киімімді көрсетейін. Біріншіден осындай юбка, яғни белі де кең, жүктілігіме байланысты мына жерге дейін белге дейін көтеріп киіп алуыма ыңғайлы, өйткені прямо юбкалар келмейді. Сол себепті осы юбканы таңдадым. Қалың, осы қыс мезгіліне жарайтын. Және ақ рубашка таптым. Енді классика болғасын ақ пен қара үйлестіріп киюге. Осы ақ рубашканы қазір киіп көрсететін боламын. Ал мен киіп келдім, қарап тұрсаңыздар. Енді мынаны мен ішіне салсам, ішіне салып тастайтын болсам, келмей қалайын деп тұрды. Сыртына шығарсам, мынандай дәу болып дірдиіп тұр. Енді мен ойлап тұрмын, қазір менде бір белбеу бар. Қазір мен бір белбеумен келтіріп көрейін. Түріме мән бермеңіздер, боянған жоқпын және ауырып тұрмын осы тұрғанда. Кішкене тымау айналдырып тұр дей ма? Сондай болып тұр. Енді мен мынаны былай істегім келіпті. Мына жерінің түймесіне дейін салмаймын. Сосын қазір мынаны несі байды? Осылай белдік тағып, қысына жерін бірдеңе қылып келтіреміз. Осылай белдік тағып, белдік тағып. Осы мынаны үшбұрыштап былай юбканың астына салып жіберіп, шетін осылай келтіріп, осылай баруға бір вариант болып тұр да, осылай киген ба деген сияқты. Қалай болып тұрсыз? Оянып нормальный болғаннан кейін нормальный болады деймін ба? А то мұрным бәрі қызарып тұр. Осылай қалай болып тұр? Енді қазір неше түрлі киім шығып жатыр ғой, кие беруге. Меніңше ешкім мән бермейтін сияқты. Анау не істеп алған деп. Осылай бір вариант. Екінші вариантын көрсетейін қазір. Сосын артына жіберіп, сосын осылай тағып, осылай тағып, сосын менде белге дейін тұр ғой юбка. Соны осылай жібереміз да. Осылай. Мына жерде көрініп тұр десеңіздер, ол қазір ол юбканың ішіне кетеді. Бұндай. Алдын джинсыға салып қоямыз ғой, сосын артын жібере салатын моды бар ғой. Бір жағын салып қояды деген сияқты. Типа сондай болып кетейін деп тұр ғой. Короче, осылай бір вариант болып тұр. Қалай? Осылай бір жеңесін ашып қоямыз, или ашпаймыз. Мына жерге сала алмайтын. Қазір мен көзім көріп тұрған жоқ шынымен. Короче, осылай бір вариант болып тұр. Осылай кие салайын ба деп те ойлап да, жоқтан бар жасап. Қалай? Артында кең болып тұра берсін. Аяғым ауыр екенін айтпаса да белгілі ғой. Осындай. Сосын қазір аяғыма киген туфлимді көрсетемін. Мойны қатты жабылып тұрғанын ұнайды маған. Мойнымды кішкене ашып қойдым. Осылай жақсы сияқты, бір вариант. И сосын қазір менде сағат, сырға дегендер бар, соларды көрсетемін. Соны тағып алуға болады. Мынандай сағатпен сырғам бар. Соны тағып алсам қазір. Мүмкін кішкене образ ашылатын шығар. Байлай сырғаны тақпағанына қаншалық болды? Сырға таққандағы нормально, сай істей салсам, анда жеңін қайыра салдым. Енді шашым осылай жайылып тұра берсін. Бюролап алғам кішкене. Енді аяқ киімді көрсетемін. Балконнан жаңа ғана шығардым. Биылдыққа осы киіп тұрған ішіндегісін алып тастап, колготки киім ғой. Ойбай, ананың ішінде тағы бірдеңе бар ғой. Бала сақ болған ғой. Осылай. Осыны киіп, осылай. Мен бас киімді жоғалтып алдым өткенде автобуста. Бір кітаптың тұсаукесеріне барғанда. Сосын осылай шығам. Қалай нормально ғой,
Сосын боянып алу керек. Қазір боянатын заттарымды көрсетейін, шашып кетпеңіз. Мен негізі таза адаммын ғой. Мақтанып қояды дейді ғой. Бірақтан менің 3 балам осының барлығын далдан шығарады. Қорқып кетпеңіздер. Менің мынау спонжым. Мынаның ортасынан былай бөліп тастаған балалар. Ана жерден қол жетеді, алып алады да. И менің келінімді қараңыз. Кішкентай ұл құртып тастаған. Негізі мен бұны көп болмаған алғаныма, көргенде біраз бағасы да тұрған. И дал алып тастаған ғой. Пока мен көп боянбаймын, өйткені вообще қысқым келеді. Даже неде сеппеймін, духида сеппеймін. Өйткені жүрегім айниды. Прям тональный жақсам, бетім демалмай ма бірдеңе тональный болса. Сондықтан пока біржолата бояу алмай жүрмін. Себебі босанып алайын, сосын дұрысын аламын деп. Өйткені қазір духида сеппеймін, ештеңе істемеймін. Мынаның помаданы мына жағын қыздар күнде жағып, білмеймін, шыға ма, барса шықпай ма. Оны ашсам қорқынышты емес пе екен? Мына жағында қараңыздар қандай қыстаған. Қыздар болса үйде осы, кішкентай қыздар болса. Тағы да негізі ішінде бірдеңелер бар. Көрсетпей ақ қояйын деп тұрмын, оны қорқытып. Пока гардеробымда бар киім осы болып тұр, классикадан. Өйткені бәрібір жүктілік кезінде киім алғың келмейді. Өйткені өзіңнің размеріңнен 2-3 есе үлкен киім алуға тура келеді. Мен 46 киетін болсам, маған 48-50 алуға тура келеді. Даже 52-ге дейін. Андай үйге киетін көйлектердің өзін. Сол себепті босанып алайын, сосын кішкене арықтап алайын, сосын аламын, ертең кимей қаламын деп алмай жүрмін. Қолда бар киімді киіп, пока. Сосын осындай образ жасауға тура келді. Біз енді әйел болғаннан кейін, негізі бұл дұрыс емес қой, өзімізден аяу деген. Бірақ енді пока көрпеңе қарай көсілесің деген. Осы менімен болғандарыңызға рахмет. Айтамын дедім, бірдеңе айтамын деген қалдым. Кеш күшті өтсін, босанғанша менде мынандай мақсат болып тұр да, босанғанша менде срок декабрьде ғой, әңгіме айтып кетеді дейді ғой. Менде срок декабрьде босанғанша менде біраз нәрсе үлгеріп қалу керек болып тұр да. Өйткені ертең 40-нан шыққанша үйде отырасың, одан кішкентай баламен қысқа түсіп қалып тұр. Қайда барасың желпілдеп? Қай жұмысыңды бітіремін деп жүресің баламен? Тем более төртеуі де кішкентай менде. Сондықтан ойымда жүрген солардың барлығын бітіріп, аман есен босанып, баламды көтеріп, үйге әкеліп, 3 бауырдың қасына қосып, сол өз-өзімді тезірек күтіп, сөйткім келіп жүр. Солай. Бүгінгі кешке сәттілік тілеп қойыңыздар. Барлықтарыңызға. Пока.